Бұл оқиға Иран елінде 19 ғасырдың аяғында таман болыпты. Бір 2 жас жігіт бірінші рет ораза ұстайық деп ішіп жеуден тыйылып, көшесі соған қуанып көшеде келе жатса, кеуделеріне қуаныштарын сыймай, өздерінің ораза ұстағанына мақтанып келе жатса, бір көлеңкеде ақсақал отыр дейді. Соның қасына өтіп бара жатқанда ассалаумағалейкум деп ақсақалға амандасып қараса, ақсақал бір ұрттам құмырадан су ішкен байқап қалыпты. Сөрген ақсақалға жақын келіп, өздерін шақын үйретпекші болады. Уа ақсақал, мұныңыз не? Шашыңыз аппақ қудайсыз, үлкен кәрі адамсыз. Мына қасиетті Рамазан айында неге ораза ұстамайсыз? Жап-жас болып біз ұстап отырмыз дейді. Сонда ақсақал, ай қарақтарым, иә мен білемін мына қасиетті Рамазан айы екенін. Мен де ораза ұстап жүрмін дейді. Ана 2 жас жігіт мәз болып келеді. Ақсақал, бұл қалай? Және байқадық қой құмырадан су ішкеніңізді. Бір ұрттам су іштіңіз ғой, сондай ораза бола ма деп. Сонда ақсақал ой депті, қарақтарым, оның мәнісі мынандай. Мен жасым биыл 80 келді. Мына Рамазан, қасиетті Рамазан айында былайша дұға оқыдым Аллах тағалаға. Е Алла, мен жасым 80-ге келді. 64 жыл үзбей ораза ұстауды маған сен нәсіп еттің. Өзіңнің арқында оразаннан ләззат алам мен, оққан намазынан да ләззат алам, барлық құлшылығынан ләззат алып, рахаттанып ұстаймын құлшылығымды. Биыл менің асқазаным шара шығып, дәрігерлер жартысын алып тастады. Ораза ұстауға болмайды деп айтты. Содан кейін жасым да келіп қалған екен, ақсақал өзіңізді күтіңіз, әйтпесе жағдайыңыз қиын болады деді. Енді мен жылап еңіреп өзіңе құлшылық істеп отырмын. Мені мына оразадан айыра көрме, жаратушы ием. Егер де мен өле қалсам, онда жәннатқа барам ба, жоқ тозаққа барам ба, Аллахым өзіңе белгілі. Қайда барсам да о жақта құлшылық жоқ деп естідім. Намаз, ораза жоқ деп естідім. Мен ораза, намаздан рахаттанып ләззат алушы ем. Шын жүрегімен ниеттеніп құлшылық істеуші едім. Биыл да ораза ұстағым келеді. Аллахым, сен мені осындай ләззатынан, рахатынан айыра көрме. Соңғы рет ораза ұстауды маған нәсіп ете көр. Мен ораза ұстайын. Көзіммен қарамға қарамайын, құлағыммен қарамның сөздерді естімейін. Аузымнан жаман сөздер шықпасын. Жүрегім тек өзіңді ғана зікір етсін. Қолдарым тек жақсы амалдарды істесін. Аллахым, тек өліп бара жатсам маған бір ұрттам су ішуді рұқсат бер. Өйткені аузыма нәрсе алмаймын. Тек бір ұрттам су өліп бара жатсам ішуге рұқсат бер. Өйткені мен оны бір ұрттам су ішпесем өліп кетуі мүмкін екен. Егер де өліп қалсам, о дүниеге бара қалатын болсам, жәннатта да дозақта да ораза деген жоқ екен, намаз деген жоқ екен дейді. Ондай рахаттан, ләззаттан, өзіңе істейтін құлшылығымнан айырылатын сияқтымын. Ондай болса, Аллах тағалам маған рұқсат бер. Өліп бара жатсам бір ауыз су ішейін, бірақ ораза ұстайын деп осылайша дұға еттім. Аллахым қабыл қылды ма, қабыл қылған жоқ па, мен білмеймін. Бірақ Аллахқа тәуекел деп оразамды бастап кеттім. Міне ораза ұстап жүрмін. Тек қатты қиналып бара жатқанда өліп кетпес үшін бір ұрттам су ішемін. Өйткені өлсем оразам тоқтайды, намазым тоқтайды. Мен ондай рахаттан, ондай ләззаттан айырғым келмейді. Сондықтан Аллах тағаладан рұқсат сұрадым. Соңғы рет ораза ұстауға Аллах тағала маған рұқсат берді. Нәсіп етті, ұстап жүрмін қарақтарым мен. Ұстап жүрмін. Оразаның барлық талаптарын, қағидатын сақтап жүрмін қарақтарым. Тек бір ұрттам су ішкенім рас. Ол үшін Аллахтың алдында өзім жауап беремін дейді. Сонда ана 2 жігіт ұялып жерге қарапты. Олар ораза тек ішіп жеуден ғана тыйылу деп ойлаған екен. Жоқ, ораза ішіп жеуден ғана тыйылу емес. Аллахқа ұнамайтын нәрседен бәрінен тыйылу. Харамның бәрінен тыйылу. Жаман сөздерден тыйылу, жаманды естуден тыйылу. Жаман сөздер айтылған жерден кетіп қалу. Харам нәрсеге қарамау. Мына қолымыздағы телефонда харам нәрсе болатын болса, оған да қарамау. Аллахқа ұнамайтын нәрсенің бәрінен тыйылу, жаман ойлар ойламау. Осындай таза жүрекпен кіруіміз керек ораза айына.
Аллах бізге тек қана ораза айында емес, өмір бойы таза жүрекпен өмір сүруді нәсіп етсін.